Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен таңшолпан. Бүгін өте дәмді әрі жұқа болып шығатын блины, яғни құймақ дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және құмшекерді салып, венчикпен немесе вилканың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін разрыхителімізді, яғни қамыр қопсытқышымызды саламыз. Одан кейін тұзымызды қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сұйық майымызды қосамыз және де сүтімізді қосамыз. Бұл жерде сүттің майлылығы мен температурасы маңызды емес. Сұйық қоспаларымызды араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосып жақсылап араластырып алғаннан кейін қайнаған ыстық суымызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Сіздерде де дәл осындай қатты сұйық емес, қою емес, осындай масса шығу қажет. Сұйық массамызды алдымен табаға құймас бұрын табамызды шамалы майлап аламыз. Содан кейін табаға орналастырып, осындай тесіктер пайда болғанша, асты қызарғанша ұстаймыз. Құймақтарымызды осылай екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да керемет видео рецепттер шығаратын боламын.
мінекей достар, менің құймақтарым осылай әдемі болып екі жағда қызарып тәтті жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ас болсын.